Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен су құйғыш белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынатын боламын. Су құйғыш дубль 2. Ал жалпы 3 мамыр күні су құйғыш сіздерге Венера белгісі 3 домға келіп тұр екен. Ол көршілермен, туысқандар, көршілер сіздерді қонаққа шақырады, немесе сіз қонаққа барасыз. Жаңадан достарыңыз пайда болады, бауырларыңызбен бірге жолға шығасыз. Жасаған жұмысыңызды сататын боласыз. 10 мамыр күні Меркурий 5 домға келіп тұр екен. Бұрынғы махаббатыңызды кездестіресіз. Бала көтересіз. Көптен жасағыңыз келіп жүрген дүниені іске асырып, қатты қуанатын боласыз. Баланың балабақшасын, мектебін ауыстырғыңыз келеді. Іздейсіз. Жақсы балабақша, жақсы мектеп іздейтін боласыз. Ал 11 мамырда Юпитер 3 домға келіп тұр екен. Жалпы 11 мамырдан бастап, жалпы барлығы жақсы болады. Барлық сектордағы адамдарға, бірақ енді ол әркімге әртүрлі домында келіп тұрғандықтан енді өте жақсы оқиғалар көп болады. Ақшаға байланысты су құйғыш, ақшаға байланысты мүмкіндіктер өте көп болады. Соны жіберіп алмаңыздар. Басқа үйге көшесіздер. Ал 16 мамыр күні лунный затмение 10 домға келіп тұр екен. Жұмысыңызда өзгерістер болады, бастығыңыз ауысады, жұмыста дәрежеңіз көтеріледі, айлығыңыз өсуі ықтимал. Немесе жұмысыңыз ұнамаса шығып кетесіз. Егер жұмыссыз болып жүрсеңіз, жұмыс табасыз. Статусыңыз өзгереді. Егер тұрмысқа шықпаған болсаңыз, тұрмысқа шығасыз. Балалы болмаған болсаңыз, бала көтересіз. Немесе үйленулеріңіз ықтимал. Бизнес бастайсыздар. 22 мамыр күні Солнце 5 домға келіп тұр екен. Өзіңізді бала сияқты сезінесіз. Диплом, сертификат аласыз. 25 мамыр күні Марс 3 домға келіп тұр екен. Туысқандармен, көршілермен жанжал болуы ықтимал. Жолға шығасыздар. Көп адамдармен араласасыздар. Белсенді боласыз. 29 мамыр күні Венера 4 домға келіп тұр екен. Үйіңізге заттар сатып аласыз. Қонақ келеді, өзіңізді жайлы сезінесіз. Отбасы мүшелерінде жақсы жаңалықтар болады. Бір көшу туралы, үй алу, үй сату туралы бір сіздерде отбасыңызда әңгіме болады. 30 мамыр күні жаңа ай 5 домға келіп тұр екен. Басқа үйге көшу туралы тағы көп ойланатын боласыздар. Баланың балабақшасын көп таңдайсыз. Жаңа хобби пайда болады. Концертке, көрмеге баруға өте жақсы кезең. Менің айтар болжамым осындай. Сау болыңыздар.